Шара Павлодар облысының білім беруді дамытудың инновациялық орталығымен бірлесіп ұйымдастырылды. Онда мектепке дейінгі білім беру педагогтерін даярлау саласында тәжірибе алмасуға арналған кәсіби алаң құрылды. Сессия жұмысына Павлодар облысындағы мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтері, колледж студенттері, сондай-ақ Қырғыз Республикасындағы Таштан Ерматов атындағы Бішкек музыкалық педагогикалық институты өкілдері қатысты. Практикалық сессия форматы қатысушыларға авторлық әдістемелерді таныстырумен қатар нақты педагогикалық құралдарды іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік берді. Сессия бағдарламасы 4 тақырыптық алаң жұмысын қамтыды. Ол шығармашылық және зерттеушілік дағдыларды дамытуға арналған арт зертхана, коммуникативтік құзыреттерді қалыптастыруға арналған STEM алаң, әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамытуға арналған смарт алаң және мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық, зияткерлік қабілеттерін дамытуға арналған STEM алаңы болды. Бүгін біздің колледжімізде тәжірибелі мектепке дейінгі ұйым педагогтері мен студенттерді біріктірген айтулы іс-шара өтті. Интерактивті алаңдар белсенді жұмыс кеңістігіне айналды. STEM білім пәнаралық біріктірілетін оқыту модельдерін қарастырды. Осының аясында балалардың шығармашылықтарын дамытуға бағытталған жасанды интеллект элементтерін пайдалануды көрді. Ұлттық ойындардың заманауи технологиялық әдістермен біріктіріп жасалатын жұмыс жолдарын қарастырды. Математикалық білімдерін дамытатын логикалық ойлау қабілеттеріне арналған ойындарды ойнады. STEM технологиялары арқылы жүргізілетін үйірме жұмыстарын талқылады. Педагогтер инновациялық инфографиканы, балалар анимациясын, жасанды интеллектті, ұлттық ойындарды, экологиялық технологияларды және авторлық ойын әдістемелерін қолдану тәжірибелерін ұсынды. Сессия педагогикалық экшн идеядан практикаға дейін атты әдістемелік курстың жүзеге асуының жарқын үлгісі болып, болашақ педагогтердің кәсіби рефлексиясын дамытуға және практикалық бағыттағы құзыреттерін қалыптастыруға бағытталды. Свой опыт педагоги транслировали на интерактивных площадках. Педагогтер өз тәжірибелерін интерактивті алаңдарда көрсетті. Студенттер болса экологиялық тәжірибелер техникасын үйреніп, балалар анимациясын құрастырды. Балалардың қабілеттерін дамыту үшін жаңа технологияларды музыкалық өнерінде қолданды. Жасанды интеллект элементтерін пайдаланды. Смогли отработать профессиональные навыки, чтобы применять их в будущей профессии. Семинар соңында дағдылар әрекетте тәжірибені пайымдау атты қорытынды рефлексия өткізіліп, қатысушыларға сертификаттар табысталды. Практикалық бағыттағы сессия колледждің стейкхолдерлермен және Павлодар облысының білім беруді дамытудың инновациялық орталығымен стратегиялық әріптестігінің нәтижелілігін көрсетіп, мектепке дейінгі білім беру педагогтерін даярлаудың инновациялық үлгілерін іске асыруға және халықаралық кәсіби өзара іс-қимылды дамытуға өңірдің ғылыми әдістемелік дайындығының жоғары деңгейін растады. Самал Қалиқызы, Айбек Ғазиз, ертіс ақпарат.